Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дремко және де менің шөп үйім. Қалайсыздар? Бүгін бізде Майнкрафттан тағы да выживание алдындағы недеге. Так, енді жалғастырайық ойынымызды. Так достар, кеттік ал. Менің новыйдан жасаған өзім жасап едім скин, бірақ абама ұқсады ма ұқсамады ма білмеймін. Дәмсіз болып шықты өзім. Нормально болып шықса лайк басып отырыңдар. Нормально шықпаса комментарий жазып отырыңдар. Айтпақшы достар, мен сіздерге сұрап едім, сұрақ жауаптан видео түсірейін ба деп. Енді ешкім келіспеген сияқты. Егер келісетін болсаңыздар, осы видеоның астына плюсикті қалдырып кетіп, сосын сұрақтарыңызды қосып қалдырып кетсеңіздер, әдемі болады еді негізі. Бүгінгі видео ұзақ болады, себебі жасайтын затымыз осы видеода көп, өте үй бар, үңгір бар, железо дегендей қарайған заттар бар. Мына үңгірге кіріп, алдындағы үңгірімізге кіріп, жақтан железоға мына бір бірлер алайын. Мен әлі білген жоқпын. Білмеймін қаламын. Сіздерге тізесіз. Сіздерге уәде бергенде білген жоқпыз. Көңілмен қазақ. Опана, мен бірге көттім ғой. Так, бізде 6 железо бар. Ол где-то шелекпен тапырға жетеді. Бізге пока солай керек қойсын. Пока салайық. И астына тапайық. Опа. Так, 4, 5, 6, 7, 8. Оны броня айтыр. Тағы жетіп тапсақ, аяқ киімнен бастаймыз тұр. О! Қамышты. О! Ажырын. Өсті жүйістіп, жария алмақ қаласа қайтеміз жетіп. Негізі. Ұқтап күспен қабардымыз. Тышақ күтеміз. Қарлық күлемін. Атап жұмыстарыңды күзден. Атап. Не әрекет. О! Шынпа. Опа, ясының көрдім. Енді біреу бар, қана қасықсыз. Опа, тут железо. Үшеу, то есть үш жерде тұр железо. Не біреу? Почти не давай. Давай, 33 железо тапсақ, все. Оны күйдіреміз де, топор, шилік, сосын ағарай броняға жетеді. Жоқ, 30 железо тапсақ болды. Сегіз железоң бір броня, 7 железоң бір шалбар, сосын аяқ киімің 4 железо, сосын зат қалды. Бас киімің 5 железо, и сосын топор 3 железо, шилек 3 железо. Ровно жетіп тұр ғой. 30 болса. 34 болып кетті, жарайды, кеттік. Енді шахтадан шығып, заттар железаларымызды күйдіріп, сосын ағаш қасып кетейік, үйіміз үлкейіп алайық кішкене болсын. Қатты үлкейтіп те керек емес, өзімізге комод жасап алайық. Үйіміз үлкейтейік, кішкене кітап қоятын, ана зачарование кітап салатын жер жасайық, соның бәрін жасайық. Уақыт оның бәрі. Адасып қалмасам болды өңгөрден. Әлі қараңғы болады, жақсы болады. Ажақ қараңғы болады. Мына кезде әлі есімнен кетпейді менің барға. Көбейіп кеткен айтың шешсін. Сақ қояқ. Бір железо артық тұр менде. Қазір күрекпен мечке жасаған кезде бір железо артық қалады. Ол бір железоға мен не жасаймын? Өйде дым келмейді. Жоқ. Ол бір железоға біз деген спичка жасаймыз. То есть зажигалка. Зажигалкамен атқа барамыз. Бізге маған тамақ керек. 3 железо дайын екен. Тұр екен, тамақ. Так. Мен палкаларым қаяқта деп ойланып отыр едім. Бәрін факел ұрып тастаған екен ғой. Енді тез ағаш қасып тастайық.
жарайды сияқты болсын. Ағаш. Осы ағаш жарайды, нормально. Енді үйімді үлкейтуге кірісейін. Так, келдім үйге. Мен суды. Тоқтата. Суды не шылап көрдім мен? Қолмен қырға жағынан дәндер көп түседі еще. Қайқа. Егін егіп қоям бартын. Так, осы жерге жайлап үлкейтіп сала берейік енді. Так, нормально. Енді кішкене осы үлкейттім мына шетті. Енді мына жерге терезе керек. Ең яқты аштық не болады. Үйдің бір қамат тастайын. Бұл менің ұйықтайтын комнатам болады. Терезелері бар, как раз. Тағы бір терезе салып қойып ортасына, дәл ортасына. И мне қада терезелер керек. Сыртқа шығып кеткен. Вот. Тағы да бір. Все нормально. Так, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8 тоғысы керек. 10, 11, 12, 13. Все нормально, 13. Железадан пісіп болды. Бәне жасаймыз. Шалбар жасаймыз. Кием, бас кием. Все нормально. Здесь зажигалка. Так, все, да. Енді маған песок керек-ті. Так, на жерге егін жасаймыз артын.
В общем, жұмыс көп. Ең алдымен песок алып қояйық. Песок алғаннан кейін барып. Айтпаш, бізге бамбук керек қой, достар. Кітап жасау үшін бамбук керек болады. Су алып қояйын, брат ал. В общем, бәрін брат алып қояйын. Так, үйге келдім. Так, все. Үй дайын тұр. Бәрі дайын тұр. Мен тупой не үшін бардым. Песок қазбап болғанмен деген. Не жарайды құстыршы. Так, хотя бірден істеп кетейін. Айтпаш. Полды ауыстыру керек екен бізге. Сандық жасау керек. Негізі жаңа песок алып кеткенде песокты пешке салып, өзім жерді қазып, істеп, в общем, пол төсемейінше 10 песок дайын жатыр тұрмыз. Песокты. Мен ондан алсам қойшы. Адасатындай емес қой, адасатындай алсам емес мен. Қалып өтерсің ғой, үйім дайын тұр. Ар жағына, көрін. Так, бетін мындан, мындан қасымыз. Мынан төсек. Яғына. Тоғыт салсам ақ. Ой, тағаш тұрамыз. Тоша сеге жетеді. О, ровно текейін. Так, енді тура ортасына кровать. И на шетке верстак. Пиш, о, есік жақта тұрады, мияқта. Бұл жерде тұрсын. Тас бар ма? Ой, екеу аққаны өрке. Так, енді бізге сандық керек. Так, бүйтіп, алағаш. 4 сандық готово. Бүйтіп. Тупой. Вот. Енді мына заттарын сала берсек болады. Наконец-то тазарды ішіміз. Все, дайын. Үй дайын, бәрі дайын. Енді бізге песок керек. Песокты алып, тағы да егін несі керек. В общем, бір талай зат керек әлі бізге. Одан кейін көреміз тағы да. 13 керек дедім ода жаңамен. 13 ғана қойық. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 10. Кеттік давай. Байди болды мен. Иә. Айтпаш, крыша бар ғой. 2 этажын жасап, үшіне жерге тағы 2 этажын жасап жүру керек. Сосын балкон и крыша. Дайын? Үй дайын. Готово. Бірақ крышаға да нелер керек қой, ағаш керек қой. Ағашты да қасып қойта керек. Салайық. Ағаш қасып қойтайын бар. Крыша. Мына жақта ағаш аз екен. Андай бүйтіп орман сияқты андай болады ғой ағаштар. Нен ағаштар болады ғой. 4-4-тен болып тұрды. Сол ағаш керек. Мына сол ағаш. Үйдің крышасын жасау керек. Так. Мына жерден көтерілетін болса бүйтіп.
Төртеу керек. Үшеу керек. И дайын тұр ғой үшім. Так, все. И я потом. Оп. Так. И нахай. Потом. Привет. Давай. И я забрал руку. Да, что надо? Не получилось. Вот один. И я, да? Что-то. Хорошо. Просто не. Что надо поставить, да? Это телефон надо. Вот один. И не пришел с ним второй. Вот так. Где нас? О, жаңа полка бер. Хайван. И. Күрекпен ататым я. Так енді. Заборлар керек. Жарайды жарас. 12. Пойди, я жарайды. Мә жарамай қалды. Жарамай қалғаныз. Жетпей қалды. Бір штугаға жетпей қалды. Емай, бір штугаға жетпей қалды. Шештіңдер. Не істеймен? Не қиналсың? Генийсің ғой, гений. Ана пеш по-любому орнынан қозғалмайды ғой. Қозғалып жатса, ағаш қоя саласың. Вот, әдемі. Қойып түсек. Бет қойып түсек. Не қалып түсек. Мен тоқтай тұрмын. Есік, өзімдекі. Вот. Шап? Ноғалай келмейді? Ноғалай келмейді, Не басына басы кемі жоқ. Не түн емес тала. Спокойно келе жатыр ғой маған. Или мен сложно қойғаннан кейін бе екен? Жарайды. Все, достар, осымен видеоны аяқтайық. Әдемі үй шықты, келесі бөлімден үйдің үстіне бүйтіп крыша жасаймыз. Сосын тағына егінге заттар жасаймыз. Сінеқті тағы қазып не істеріміз. Үйдің іші дайын, үйдің ішін бір көрсетіп шығын. Вот, неғып былай. Мына жерін андай болып тұр, неққа тағы да бүйтіп бірдеңелер жасаймыз. Сосын тағы сыртқа неққа тағы да бір комод па, бірдеңелер жасап, үшін кітап сақтайтын бөлме жасаймыз. Жарайды, сіздердің бағамен Дринко. Сау болыңыздар.